Барлығыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен асқабақтың пайдасы жөнінде, адам денсаулығына қандай көмегі тиетіні жөнінде сіздерге ақпарат беретін боламын. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілетін өсімдік усыз дәмді жеміс. Құрамында 18% құрғақ заттар және 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, дәнінде 40% май бар. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Дәрумендердің көптігіне бола 1000 ауруға ем. Көру нашарлағанда қаназдық, артық салмақтан арылғысы келетіндерге таптырмайтын ем. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор. Әсіресе қаназдыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Каротин көлемі де асқабақта сәбізге қарағанда жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршығы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іші өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Асқабақ көп сақтауға өте ыңғайлы дәнді дақылдардың бірі. Тек қана сыртқы қабығы бөлінбесе болғаны. Ал шіріген және көгерген жерлері болса, оны тұтастай алып тастап, дәнінен тазалап, пайдаға асыра беруге болады. Ал қалған бөлігін тоңазытқышқа, полиэтиленді пакетке орап салуға болады. Ол ешқандай да өз дәмін жоғалтпайды. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Сонымен қатар калий, кальций, магний, қант ақуыздарда жеткілікті, және де В, С, Д, Е. Сирек кездесетін Т дәрумені де бар. Ал құрамындағы А дәрумені жараны жағуға да, күйік шалған жерді кетіруге де көмектеседі. Ол үшін асқабақты үкіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытта байлап қою керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына және іш қату кезінде өттің қабынуына жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлер де асқабақтан жасалған тағамдарды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді. Әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісемін.